Сәлем достар, бүгін біз 2017 жылғы америкалық комедияның сюжетін талқылайтын боламыз. Фильмнің аты «Цифровая девушка». Саймон мен Пэг мектепте танымалдылыққа ие емес қарапайым ботаниктер. Жігіттер оларды мазақтайды, ал қыздар ешқандай назар аудармайды. Оқу жылының басталуына бірнеше күн қалғанда Саймон мен Пэг интеллектуалды топпен жолығу үшін мектепке келеді. Стэнли жігіттерге кезекті кемсіту бейнетаспасын көрсетеді. Онда оларды оқушылар қорлаған және Саймонды топтан қуып жібереді. Сэмми ботаникке қызығушылық танытады және оны қорғауға тырысады, бірақ мұнысынан түк шықпайды. Көшеде жігіттер спортшылар тобырын кезіктіреді және олардың назарларын өздеріне аудармау үшін тығылып қалады. Пэг Дезириге ғашық және қапаланады, өйткені сұлу Баш есімді ойы тар жігітпен кездесіп жүр. Әлде бір сәтте қыз спортшының басқа біреуге қарап тұрғанын байқайды және қызғаныштың қызуымен оны тастап кетеді. Үйге оралысымен Саймон әкесінің ақылмен және зеректікпен шаруасы жоқ екендігін түсінеді. Себебі ол домофонның мониторын үйдің сыртқы жағына орнатпақшы. Анасы қалай дұрыс екендігін түсіндіруге тырысуда, бірақ ер адам $500 неге құртқанын барлығының көргенін қалайды. Саймон мен Пэг бейбақ болудан шаршағандарын түсінеді және қыздарды ойлап табуды шешеді. Саймон компьютермен және редакторлық бағдарламалармен жақсы жұмыс жасайды. Бұл олардың жасанды суреттерді жасауларына көмектеседі. Екі керемет қыздың образын құрғасын, әртүрлі сұлулардың дене бөлшектерін пайдаланғасын достар өздеріне құрбы ойлап табады. Содан соң оларға Стейси және Лилиан деген есім береді. Сондай-ақ Саймон әлеуметтік желідегі парақшасын реттейді және бағдарлама ойлап табады. Оның көмегімен цифрлы қыздар хабарлама жазып қоңырау шала алады. Келесі таңда оқушылар әлеуметтік желіден колледждің қыздарымен бірге түскен ботаниктердің суреттерін көреді және өз көздеріне сене алмайды. Өздеріне сенімді Саймон мен Пэг таңқаларлықтай болып мектепке кіреді. Дегенмен айналадағыларға аянышты әрі күлкілі көрінсе. Бәрінен бұрын суреттің шын екендігіне Стэнли көзін жеткізгісі келеді және ол жігіттерден қыздармен қалай танысқандарын сұрай бастайды. Сабақ кезінде Пэг өзінің цифрлы қызынан хабарлама қабылдайды және романтикалық хат алмасуды жүргізеді. Дезири мұны байқайды және ботаникке қатты қызығушылық танытып, оған сабақтан кейін кездесуді ұсынады. Бұл уақытта Саймон Сэммимен әңгімелесуде, бірақ ол да хабарламаларға алаңдайды. Жігіт цифрлы серігімен айтарлықтай ашық тақырыптарды талқылайды және телефонына үңілуді шешкен қасындағы порталасын шошытып алады. Әлде бір сәтте мұғалімді сыныптағы шу шаршатады және ол оқушыларды жазалауды шешіп, сабақ басталмас бұрын телефондарын өткізуді бұйырады. Үзілісте Саймон Пэгпен әңгімелеседі және бағдарламалардың баптауларын алмастырып алғандығын түсінеді, өйткені оның досы ұятсыз қызды қалаған еді. Пэг әлде бір нәрсені ауыстыруға дайын емес, өйткені Дезири романтикалық диалогқа назарын аударды және оны кездесуге шақырды. Дәлізде Баш Саймонды қабырғаға тақайды және оларды мұғалімнің жазалағаны үшін оны физикалық қырғынмен бопсалайды. Шарасыз жігіт алыс емес жерде тұрған досын көреді, бірақ Пэг көмекке асықпай Дезиридің артынан ереді. Саймонның көңілі қалды және Пэгтің оны қысқа юбкаға айырбастағанын түсінеді. Үйге оралысымен ботаник Лилидің функционалын қалай күшейтуге болатындығын ойлайды. Оны шынайырақ әрі интеллектуалды тұрғыда дамытуды. Кешкі ас барысында ата-аналары бір аптаға кетіп бара жатқандарын хабарлайды, бірақ жігіттің ойлары мүлде басқа нәрселерге толы. Әртүрлі сайттардағы білімдермен тамақтанатын жасанды интеллектті қолдануға болатындығын түсініп, Саймон өзінің бөлмесіне асығады және Лилиге үлкендерге арналған сайттардағы, Википедиядағы және ютубтағы ақпараттарды құяды. 5 басты критерияны бөліктеп, мысқыл сезім, эмоционалдылық, логиканы, күшті және сексуалдылықты Саймон мінсіз қызды ойлап табу үшін оларды реттейді. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін әлсіреген жігіт ұйықтап қалады және байқаусызда ноутбукқа энергетик банкасын аударып жібереді. Жағдай әрине жағымсыз, бірақ YouTube арқылы лезде жаңа девайсқа ақша табуға болады. Достар, егер сіздерде YouTube'тан ақша табуға деген қызығушылық болса, менде керемет ұсыныс бар. Күніне небәрі 1-2 сағатыңызды жұмсап, айына кемі $1000 табуға болады. Мұны бастау үшін бар болғаны ұялы телефон немесе ноутбук болса жеткілікті. Дәл қазір бекітілген комментарийдегі сілтемеге өтіп, өтініш қалдырыңыз және YouTube'тан смартфон арқылы ақша табу атты тегін вебинарға қатысыңыз. Барлықтарыңызды тегін сабақта күтем. Өз мүмкіндігіңізді жібермеңіз.
Таңда Саймонның ата-анасы жолға шығады, ал ол асыға мектепке беттейді. Сыныпқа бара жатып, ботаник Лилиден хабарлама қабылдайды және сабаққа кірмеуді шешеді. Енді қыз айтарлықтай қызықты әрі дамыған, сондықтан жігіт онымен уақыттың қалай өткенін байқамайды. Қоңырауда Пэк Саймонның қасынан өтеді, бірақ сөйлеуге батылы жетпейді, өйткені Дезири оны құдды ит секілді басқарады. Баш ұяң ботаниктің көмегімен өзінің мықты екендігін көрсету мүмкіндігін жібермейді және тағы да Саймонды мазақтайды, бірақ оны бұл алаңдатпайды. Тұрақта Пэк Дезиридің қасында еріксіз тұруын жалғастырады және қыз құрбылармен әңгімелесіп жатқанда оның кітаптарын ұстап тұрады. Алыс емес жерге Баш тоқтағанда Дезири ботаникке қырындай бастайды және оның жігітті әншейін пайдаланып спортшыға қызғаныш сезімін тудырып жүргені түсінікті болады. Сондай-ақ қыз Пэктен кешкісін оныкіне келуін өтінеді. Үй жұмысын орындап, әлде бір қызықты нәрсемен шұғылдану үшін. Кешкісін Саймон әлеуметтік желідегі парақшасын тексереді және Лилимен бірге түскен суретін байқайды. Оны бұл жасамаған. Жігіт душқа кеткенде компьютер цифрлы қызды генерация жасап, оны нағыз сұлуға айналдырады. Тоққа қатты салмақ түскендіктен үйдің жарығы жойылады және Саймон Лилиді қарсы алады. Бұл уақытта Пэк Дезиридің үй жұмысын орындап отыр және әлде бір қызықтырақ нәрсемен айналысуды ұсынады. Қыз бейшара ботаникпен түнді өткізуге дайын, бірақ алдымен оның Дейсимен айырылысуы керек. Мұны тез арада істеуге уәде беріп, Пэк Саймонға жүгіреді. Досына жетіп келіп, Пэк оны шақырады, бірақ ол жауап қайтармайды. Саймон Лилимен бірге душта, сол себепті еш нәрсені естімейді. Пэк күте алмайды, сондықтан жолдасының компьютерін алады да Дезириге жүгіреді. Жігіттің таңқалысына орай Дезири оған жауап жазбайды және үйге кіргізбейді, өйткені ол кешігіп қалды және қыз ұйықтайын деп жатыр. Келесі таңда Саймон Лилидің құшағында оянады және мұның барлығы шын екеніне әлі де сене алмайды. Жұптар таңғы астарын ішеді, аулада ойнайды және фильмдерді тамашалайды. Осылайша олар уақытты керемет өткізеді. Бұл уақытта Пэк досының ноутбугын қуаттап жатыр және Стейсидің парақшасын жояды. Кейінірек Саймон құрған Лилиді көреді және олардың параметрлерін жақсартуды шешіп, күшін, эмоционалдылығын және сексуалдылығын жоғарылатады. Жаңартуды қабылдай салысымен қыз бірден Саймонға тап береді және онымен таңға дейін төсекте секіреді. Саймон оянғанда ол қыздың шамадан тыс эмоционалды болып қалғанын байқайды. Жұптар алғаш рет қызғаныштан ұрсады, бірақ лезде төсекте татуласады. Лили оның жігіті басқа жаққа кеткенін қаламайды және оның ата-анасына қоңырау шалып, жігіттің ауырып қалғанын хабарлайды. Сол себепті ол мектепке бара алмайды. Баш Дезиридің алдында өзінің әрекеті үшін кешірім сұрайды және қарым-қатынасты қайтаруға тырысады. Сынақтың сәтті аяқталғанын түсініп, ол өзіне керексіз Пэкті қуып жібереді. Кетпестен бұрын ботаник Саймонның ноутбугын спортшыға беруге мәжбүр, өйткені таяқ жегісі келмейді. Бұдан кейін Пэк досына қоңырау соғады, бірақ ол қоңырауларды естімейді. Ал Саймонды Лили бөлмесіне қамап қойған және ешқайда шығармайды. Шамадан тыс эмоционалды қыз әр сөзді жүрегіне жақын қабылдайды және жігіттің іс-қимылын шектейді, өйткені оны жоғалтқысы жоқ. Саймон қашып кетуге тырысады, бірақ Лили оны кереуетке байлап қояды. Сәл кейінірек ол босанып шығады, бірақ есікті сындыруға жігіттің күші жетпейді. Пэк досы қоңырауларға жауап бермей жатқанын түсінеді және оған асығады. Бұл уақытта Баш Дезириге қайта көңіл аудармайды, өйткені дәл қазір оған Саймонның ноутбугі қызығырақ. Лили жатын бөлмеге кіргенде жігіт есін жоғалтқан кейіп танытады. Сәт туа салысымен Саймон қашып кетуге тырысады, бірақ Лили оны шыға берісте қуып жетеді және бар күшімен оны ұстап тұруға тырысады. Пэк жолдасының үйіне келеді және одан кешірім сұрау үшін домофонға қоңырау шалады. Сондай-ақ шыға берісте қандай хаостың болып жатқандығынан күмәнданбайды. Досының қиын жағдайда екенін көріп, боқмұрын есікті сындырмақ болады, бірақ сосын оны кілтпен ашады. Лили тым мықты және жігіттерге оп-оңай төтеп береді. Ол кенеттен кідіріп қалады, өйткені Баш оған жаңа бағдарламаларды орнатты. Достар Лилиден үміт жоқ екендігін түсінеді және спортшының үйіне жүгіреді. Бұл уақытта Баш ботаниктердің бетперделерін шешеді және оларда ешқандай қыздың
қыздың болмағанын мәлімдейді. Бұдан кейін ол ботаниктердің қорлау мен төмендетулері түсірілген шынайы суреттерді көрсетеді. Секунд сайын жаңа жаңартуларды қабылдап, Лили жігіттерді құдалауын жалғастырады. Олар баштың үйіне жетеді және Саймон ноутбукты тартып алуға тырысады, бірақ бетіне соққы қабылдайды. Көп замай бұл жерге агрессивті Лили де келеді. Ол Дезириге шабуылдайды, бірақ Пэк қызды қорғап қалады және бөтелке сынығының соққысын өзіне қабылдайды. Лилидің шынайы әрі сұлу қыз екендігін көріп, спортшы соңғы жаңартуды жасайды және оны өзінің жұбы етеді. Саймон салдары туралы ескертеді, бірақ тым кеш. Лили башқа ашыға атап береді, ал Саймон Сэмиді ғажайып түрде итеріп үлгереді. Цифрлы қыз бен спортшыға мадақтама жиналған шкаф құлайды. Соның салдарынан олар өмірлерінен айырылады. Шошынған оқушылар болған жайтқа қатысты болмау үшін қаша жөнеледі. Саймон Сэмиді үйіне шығарып салады және қоштасуға қызбен сүйіседі. Келесі күннен бастап Саймон мен Пэг колледждің қыздарымен кездескен танымал жігіттерге айналады. Ал осымен фильм аяқталады. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лайк басыңыздар және фильм туралы өз ойларыңызды пікірге бөлісіңіздер. Көп ұзамай келесіде кездескенше.